Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын кәдіден оладьи, яғни тіске басар дайындаудың жолын көрсетемін. Ең алдымен кәдіні жақсылап жуып тазалап, екі жағын алып тастаймыз. Кәдінің размері орташа болған дұрыс, себебі ішінде дәнегі аздау болады. Осылай үккіштен өткізіп, шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырып, бетін бастырып қоямыз. Оның соғы бөлінуі қажет. Кейіннен жарты сағат өткен соң осылай қолмен сығып, қоюынан ажыратып аламыз. Кейіннен осылай аскөкті немесе петрушканы қолдансаңыз да болады, жақсылап майдалап, оны кәдімізге қосамыз. Кейіннен жұмыртқаларды қосамыз. Сосын бір тісше сарымсақты арнайы заттан немесе күштен өткізу арқылы қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Бірнеше қасық ұнды салып, жақсылап қоймалжың бір келкі қамыр шығарамыз. Бізде осындай қою, қасықтан ағып кетпейтіндей масса шығу керек. Кейіннен табамызды қыздырып алып, майымызды құямыз. Бір ас қасық массадан алып, осылай қасықпен жаю арқылы оладьидің формасын келтіреміз. Отымыз орташа болуы тиіс, екі жағында қызартып жақсылап қуырып алуымыз керек. Әйтпесе іші піспей қалуы мүмкін. Осы рецептпен 20-дан астам оладьи шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй ішіңіздің барлығына ұнайтыны сөзсіз. Және лайк басып менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.